Қазіргі жаһандану заманында еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы, индустрияның қарыштап өсуі, мәдени дамудың әлемдік деңгейіне көтерілуіне бет бұру кезінде қоғамның сұранысы өсіп тұрған шақта дарынды балалардың интеллектуалдық дамуын қанағаттандыруын қамтамасыз етудің маңыздылығы артуда. Мектептегі әдістемелік жұмыс оқу тәрбие үрдісін, педагогтардың жоғарғы әдістемелік мәдениетін қалыптастыруда, өз еңбегінің нәтижесі мен сапасына талаптандыруда мағыналы басқару құралы болып табылады. Тірек мектебінің жұмысы ауылдық жерлерде дарынды балаларды оқыту мен дамытуды ұйымдастырудың педагогикалық шарттарын жүзеге асыруға бағытталған. Шағын жинақталған мектептердің оқушыларын Тірек мектебі базасында оқу жылында ұйымдастырылған сессиялар арқылы дарынды қабілетті баланың шығармашылық қызығушылығына сай бағыттар таңдап, зерттеушілік, танымдық жұмыстармен айналысуға қолайлы орта қалыптастырылған. Сессия жұмысы оқыту мен дамыту блоктарынан тұрады. Сессияның басталуында кіру, аяқталуында шығу тесті салынады. Оқу блогында мемлекеттік білім стандарттарындағы пәндер оқытылады. Дамыту блогында қолданбалы таңдау курстары мен оқушының қызығушылығына сай түрлі іс-шаралар өтеді. Соңғы қорытынды сессияда жасалынған жоспардың тиімділігі, оқушының білім сапасы, әлеуметтенуі мен құзыреттілігінің қалыптасуындағы өзгерістердің болуы сауалнама арқылы зерделенеді. Келесі оқу жылының мақсат міндеттері айқындалады. Сапалы білім алу арқылы құзыреттілік педагогика негізінде ұйымдастырылған оқу тәрбие үрдісінде оқушылардың функционалдық сауаттылығы дамиды. Осының нәтижесінде мектепте дарынды тұлға қалыптасады. Жаңа модификациялы пән кабинеттері, қыздар мен ұлдар технологиялық шеберханалары, STEM лабораториялар, мектептің материалдық техникалық базасындағы оқушының үзілістегі бос уақытын демалуға бағыттау, сергіту сәттері, дамыту блогындағы сапасы жоғары іс-шаралар баланың бойындағы шығармашылық қабілеттерді дамытуға үлкен үлес қосады. Телестудия үйірмесінде мобилографтарды дайындау, жүргізушілік мәдениетін қалыптастыру, көшбасшылыққа баулу жұмыстары жүргізіледі. Бүгінгі таңда дарынды балалар мәселесін зерттеуге қатысты психологиялық, педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерде маңызды ой-пікірлер және тәжірибе нәтижелері жинақталған. Осыған сүйене отырып, мектептің әдістемелік жұмысы тиімді ұйымдастырылған. Атап айтқанда, педагогикалық кеңес жұмысы, ғылыми тәжірибелік конференциялар, коучингтер, пәндік апталықтар, жас мамандар мектебі, тәлімгерлік мектебі, озық тәжірибелі мұғалімдердің жаңашылық жұмысы, шеберлік сағаттары сапалы білім берудің нәтижелігін көрсетіп келеді. Мектептегі білім беру стратегиялары, инновациялық әдістемелер, көптеген білім беретін платформалар оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруды қамтамасыз етіп, біздің алдағы қойылған мақсаттарымызға, яғни дарынды тұлға тәрбиелеп шығаруымызға қол жеткізеді деген сенімдеміз.